талақ сөзімен бұзылатын жері бар, талақ сөзімен бұзылмайтын жері бар. Сол үшін бұл екеуі қатар келіп, екеуін жеке-жеке тыңдап көріп қана үкім айтылады. Дәрет алғанда суды ағызып тұрып алған дұрыс емес пе? Суды үш рет өшіріп, үш рет қосу керек па? Егер сіздің қимылыңыз баяу болса, онда солай істеуіңізге мәжбүр боласыз. Мысалы, бүйтіп жай аяғыңыз көтеріп, мысалы сөйтсеңіз, онда судың бәрі ағызады. Егер қайта-қайта өшірмес үшін суды аз ағызыңыз, сылдырлатып қана. Сол сылдырлатқан көлемде дәретіңізді аласыз. Кішкене қолыңыз ұстап тұрасыз, алақан толады, толған кезде ғана жуып бастайсыз. Сол дұрыс болады. Өйткені қазақ айтқан судың да сұрауы бар деген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям суды сұрап қалғандарға қатты ренжіген. Рахмет. Тілектеріңізге рахмет. Жақында тұрмысқа шыққанмын. Анам жалғыз болғандықтан бізбен бірге тұрады. Ендігі мәселе, күйеуіммен қызғанып кейде ұрыс шығарады. Не істесем болады дейді. Сен мамаңмен бірге ең қыз екенсің ғой. Солай ма? Сенің мамаң ба, жоқ күйеуіңнің мамасы ма? Ержан дейді, сен дұрыстап сауатты жазып үйрен бірінші. Екіншіден, бізден онда ешқашан сөз шыққан емес, сөзді бұрмалама, иә? Қарыз оразаны жұма күні ұстауға бола ма? Болады. Қарыз ол міндетті болған ораза болады, ұстай бересіз. Бірақ оның өзіне жаңағы әдейілеп жұма күнге ерегісіп ұстаған жақсы емес. Десе де қабыл болады. Бұрынғы қаза болған намаздардың тек парызын оқып шығамыз ба, таң намазды да? Иә, тап солай. Блефаропластика күнә ма дейді. Иә, шариғат рұқсат бермейді, тек қана мұқтаждық болу керек блефаропластикаға. Сонда ғана рұқсат беріледі. Мысалы, қатты бет өзгеріп кеткен, елдің бәрі күліп мазақтайтын, жүре алмайтындай болса ғана рұқсат беріледі. Яғни көздің бәрі жабылып қалса үстіңгі, сол кезде ғана. Бұл өміріне зиян болса. Асыранды балаға қай уақытта айту керек, керек пе негіз айтудың? Асыранды балаға айту керексіз, бала білу керек. Тағдыры ақылы тоқтатқан кезде, соны түсіне алады деген кезде, соны таразыға салған кезде айтып көру керек. Баланың өзі қызығып сұрап бастайтын кезде кішкене ақыл тоқтатады деген кезде бала білу керек. Алдамаңыздар. ЛГБТ-ні ұруға бола ма? Жоқ, болмайды. Ешкімді ұруға болмайды. ЛГБТ-ні пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям ұрмаған, кәпірлерді ұрмаған, өлтірмеген. Бізде сәл біреу қателесіп қойса, біреу нәрсе істесе, бәрі ұрып өлтіргісі келіп тұрады. Қияметте соның бәрі жауап береді. Ауызбен жазғандар, қолмен жазғандар, әркім өзін түзетсін деп айтқан, біреу емес. ЛГБТ-ның шығуының себебіне бір жағынан біз де кінәліміз. Олар кінәлі емес. Оларда да қателік бар шығар, бірақ бізде де қателік көп. Біздің өзіміздің дұрыс жасамағанымыз, Алланың дінінен алыс болғанымыз, бір нәрсе болса қорқытқанымыз, үркіткеніміз, дінді жекеменшік қылып алғанымыз, елдің барлығын көркем түрде жақсылыққа үйретуіміз, қорқытқанымыз үшін, әлбетте тәңірші немесе жаңағы ЛГБТ-ның шығуының бірден бір себебі де сол. Қарыз оразаны қай күндер ұстаған абзал? Тез ұстап тастаңыз. Мына күн жақсы, мына күн жаман деген сөз жоқ. Любой күні тезірек ұстап отам. Туылған балаға бір кісілерге құрма шайнап береді, сол бола ма? Қазір керек емес. Қазір барлық адамның ауруы бар, барлық адамның вирусы бар аузында. Неше түрлі адам білмейтін вирустар көбейіп жатқан кезде ауыздан ешкімнен шайнатпаңыздар, ешкімнің аузының ішіне ешкім түкірмей қойсын. Тек қана түкіру деген сөздің өзі түбі не өзі? Аузына сілекей жағу ғой, жоқ. Түпкі түкірудің мағынасы дем салып, аузына үрлеп қою болды. Үпілеп қою болды. Ал енді біздікілер шайнап, аузына тығып, сілекейін, жас баланың сілекейін апарып қосып, біреу де керек емес. Қазір біз заманауи 21-ші ғасырдағы адамдармыз. Егер баланы шын жақсы көріп, біреуден бір шарапат жоқсын десең, онда аузына түкіртудің басқа қылудың қажеті жоқ. Бата бер деп айт. Бата берді. Балама ұзақ өмір тіле, береке тіле, сол бата бере алса, сол бата берсе сол жақсы болады. Кішкентай баламды қари қылғым келеді, соған қай жастан апарамын, сол кішкентай кезден апара беріңіз. Бүгін қызымның емтиханы Алла жеңілдік берсін, күйеуім аузынан жаман сөздер шығады, өзі де байқамайды, жүрегімді ауыртады, не істеуім керек? Жақсы сөздер көп айтыңыз,
мақтаңыз еріңізді. Алла Тағала оның сөзін аузында аңдымай ақ қойыңыз. 70 жыл бойы адамның аузы жамандыққа боғауызға үйренсе, біреудің аузын аңдып үйренсе, ол ауыздан енді жақсылықпен, оңайлықпен жақсы сөз шыға алмайды. Сондықтан шама келгенше сіз соны елемеуге тырысыңыз. Құдай инсап берсе қойып кетер барып. Намазға жығылсын, ең жақсысы сол дұрыс болады. Намаз оқығанда сүрелерді қағазға жазып алып жаттағанша солай оқуға бола ма? Болады. Солай үйренгенше бола береді. Намазды боянып оқуға бола ма? Намазды боянған кезде дәрет ала алмай қаласыз ғой. Егер дәрет алғаннан кейін боянсаң, онда бір сірә дәретіңіз бар болып тұрып. Ал енді дәрет жоқ болып тұрып, бетіңе майкап жағып алсаң, дәрет өтпейді, сондықтан намазыңызда өтпейтін болады. Сахар болып жүріп ораза ұстағанмын дейді. Сахар болып жүріп. Қарызын өтейін десем, сахар жоғары болып түспей жатыр. Не істесем екен? Сахар ауруы бұл созылмалы, яғни хронический ауруларға жатады. Сондықтан бұндай адамдар денсаулығын күтуі маңыздырақ болады. Сіз сахарыңыз тым көтеріліп, немесе тым төмен түсіп кететін болса, денсаулығыңызға зиян келсе, сол сәтте сіз ораза болсаңыз, сауап емес күнә тауып қалуыңыз ықтимал. Сондықтан ең дұрысы денсаулығыңызды күтіңіз. Бұл денсаулық Алладан берілген сізге аманат. Егер бір жылдың ішінде жазылмайды деген болса, онда шамаңыз жетсе, оразаның әр күніне бір адамды тойғызуыңыз қарызыңыз Рамазан айында міндет болады сізге. Егер оған да шамаңыз жетпесе, онда қолыңызды жайып, Алла мені кешір дейсіз, сонымен мәселе бітеді. Шетелге күйеуге тигенде мешітке барып неке қиса бола ма дейді. Болады, егер ол мұсылман жігіт болса. Намаз оқып жатқанда 6 айлық баян оянып кетіп шыңғырып жылайды. Сол кезде намазды бөліп барып тыныштандыруға күнә ма? Егер қауіп баланың өміріне қауіп төнетіндей болса, баланы құтқару парыз болады. Енді бала болғаннан кейін жыламайтын, жалғыз бала жылауық, жалғыз түйе бақырауық дегенде, егер бала жылай беретін болса, онда баланы қарап алып жылайсыз. Егер бала жылап жатқанда сіз намазыңызды жарты белінен асып кеткен болсаңыз, онда тез оқып бітіріңіз. Жолдасым қайтыс болды. Құран бағыштау мен басқа артынан үзілмейтін сауап барып тұрса, не істесем болады? Намазға тұр қарындасым. Намазға тұрып күніне 5 уақыт намаздан кейін дұға қылатын боласың. Ең жақсы сол. Одан кейін сол күйеуіңнен қалған балалар тұқымы қалса, сол балаларын жақсы жолға тәрбиелесең, үзілмейтін сауапқа күйеуіңді байлаған боласың. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, үзілмей баратын садақаты жария деп айтады. Үзілмейтін садақа ол қай садақа дегенде бірінші валадун салихун, салихалы бала деп айтылады. Чубак Ажил Жалиевті танисыз бе? Ова шәкірті болғым. Ораза кезінде бір күн шыдамай ашып жібердім. Енді не істесем болады? 61 күн орнының басында қарыз бар. Көп нәрсе естіп отырамыз, Алла разы болсын, рахмет дейді. Осы жылы оразаға ниет бар дейді. Тамаша қабыл болсын. Түн ұзақ себепті, иша намаздың уақыты ерте, себепті жатар уақытында намаз оқып үлгермей жүрмін дейді. Түннің бір уақытында оқысаң болады. Түнде оянып кетіп, TikTok, Instagram көргенше намаз оқысаң жақсы. Ағам намаз оқиды, мешітке әр күні қалмайды. Ораза кезінде 500 адамға ауызашар береді. Бірақ біз туысқанбыз, ешқайсымен араласпайды. Әрдайым туыстарға күн бермейді. Інілерін үйден тартып алайын деп жатыр. Інілерінің үйін тартып алайын деп жатыр. Бұл бар проблема. Біздің жамағаттардың ішінде, мешітке келгендердің ішінде бар дүние, олар адам. Біріншіден, сіздер оларға 500 адамға ауызашар берді, ол сондай бір абыройлы адам болдыса, сіздер ойлап қалатын боларсыздар, бір сондай әулие болып кетті деп. Мешітке барған адамның бәрі әулие емес, барлығы ол пайғамбар емес. Сондықтан ол пенде, ол қателесуші, ол пенде. Солай деп түсініңіздер. Орамал тағып да солай. Бұл бірінші жағдайда. Екінші жағдайда мешітке барғандар алдамайды деген сөз жоқ. Ол адам, ол пенде. Одан кейін, әлбетте сіздің ағаңыздың шаруасы өте дұрыс емес. Ол біздің тек қана намазхандар емес, намаздан тысқары адамдардың да бүгінгі таңдағы проблемасы осы. Жасыратыны жоқ, бір үйдің бәйтерегі құласа, әкелері қайтыс болса дегенім, сонда бүкіл балалар үйге таласып, машинаға таласып, бірін жағасып, бір алып, әулеттің түгел бәйтерегі тұрмақ ошағы айналып түскен жағдайлар көбейіп бара жатыр. Өкінішке орай, бұл біздің шайтанның артынан ілескеніміз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқан, әр үмбеттің бәлесі болады, менің үмбетімнің бәлесі дүние болады деген. Сол дүниеге беріліп, алып кететін дүние емес, қалып кететін дүниеге қызығып, сөйтіп бірін-біріміздің жағамызды алып жатқан жағдай бар, айналайын.
Ал енді намазхандардың бұны істегені мүлде намазы бір бөлек, оразасы бір бөлек, құлшылығы сәпсем айдалада жүрген суреті құлшылық деп айта аламын. Қазір көп мұсылмандардың құлшылығы сурет құлшылық. Оның ойында құлшылық, өзін тақуа санайды, өзін мұсылманмын деп санайды. Біреудің артына түсіп алып, соны аңдуымен, біреудің сөзін аңдумен өмір өткен адамдар бар. Бұлар не өзі жарымаған, не өзгені жарытпайтын адамдар. Енді ағаңызға Алла инсап берсін, айтыңыз, сәлем айтыңыз, Алланың дініне дұрыс болса деңіз. Егер болмаса, енді оны намаз түзетпесе, кім түзетеді? Ешкім түзетпейді енді. Сахар, диабет, аурумын. Жылда ораза ұстаймын. Оразада 1-2 күн аузыма алып қоямын. Сахар түсіп кетіп, ол қарыз болып санала ма дейді. Иә, сіз ораза жаңа ғана айттым, сахар болған адамдардың анық болатын болса, сізде онда өміріңізге қауіп төнетін болса, сізге енді гипокалемия ненің төмен түсіп кетіп, өміріңізге қауіп болып, бір жағына инсульт сияқты гипокалемия дейді, жаңылмасам, сондай ахуалға түсуіңіздің қаншалықты қажеті бар. Сондықтан Құранда аят тұрған жоқ па сізге? Алладан сәлем бар. Ла юкаллифуллаху нафсан илля вус'аха. Алла қолдан келмеген нәрсені бұйырмаған деді. Сондықтан қолдан келген нәрсені ғана жасауға міндеттелгенбіз. Жаныңызды қинап ораза ұстауыңыз дұрыс емес. Қаза болған намаз қазаны қалай оқылады? Ең соңғы қаза деп тек қана парызын оқисыз. Бала емізу кезінде ораза ұстауға бола ма? Балам сол жоқ. Гипоклемия, дұрыс айтасыз. Робот жасауға бола ма? Конечно болады. Мұсылмандар ғылым, білімнен алда болу керек, оқу керек. Сол үшін оқыңыздар, балаларды оқытыңыздар. Ұл демей, қыз демей, қазақтың балалары оқымысты, ғұлама, дана болу керек. Мүмкін математикадан бейімдігі жоқ болса, физика жоқ болса, химия жоқ болса, басқа жағына тілдікке, шешендік өнерге, ұлттық құндылығымыз домбыраға, өнерге, гимнастикаға, спортқа, оның ішінде домбыраға, оның ішінде біздің ұлттық құндылықты дәріптейтін, ұлттық санамызды үйрететін дүниелерге, соның ең шоқтығы басына тұрған дінімізге үйрету, бұл ата-анаға міндет болып табылады. Балаларым туылғанда мешітке апарып азан шақырған жоқ еді. Қазір есейіп қалды. Апарып шақырсам болады ма? Негізі ол парыз ба? Негізі ол парыз емес. Қазір шақыртудың қажеті жоқ. Сол балаңызды жақсылап иман исламға тәрбиелеңіз. Үлкенді құрметтеп, кішіге іззет қып, жаратушының әмірін орындайтын азамат болып өссе, ең жоғарғысы болып табыласыз. Ең жақсы сауап амал жасаған болып табыласыз. Теңіз кірпісінің сығындысынан жасалған дейді. Қайдет. Аға, күйеуім түсінде қайтыс болған папасын көрсе, ол шақырса не болады? Намаз оқу керек. Шақырса өледі деген сөз емес. Ол дайындалып қалғанша шақырып атыр, жөте кететін болдым. Сол моментті пайдаланып, құлшылыққа тұрып кетсін. Шақырған бәрі кете бермейді. Оразаның қарыз күндерін толық құтылдым ба, соны толық білмеймін, не істесем болады? Тағы ұстай бер. Егер құтылып тұрып қарыздардан ұстай берсеңіз, құтылып болса да ұстай берсеңіз, онда не болады? Онда сауап болады, нәпіл оразаның қатарына өтеді. Егер құтылып қойсаңыз, егер құтылмасаңыз, онда қарыз өтеледі. Кеттік ары қарай. Темекі сату харам ба? Әлбетте. Адамға шайтан кірсе шығаруға бола ма? Жын кіреді, шайтан емес, шығаруға болады. Жолдасым зина жасайды, не істесем болады? Сіз өмірді түзетіңіз, Индира. Теңіз кірпісінің сығындысынан жасалған витамин ішуге бола ма? Теңіз кірпісі морской еж ғой. Морской еж балық классификациясына кірмейді. Егер кірмегендік үшін ханафи мазхабы бойынша оны жеуге болмайды. Ал енді дәрілік мақсатта дәрігер берген болса, онда ішесіз. Дәрігер берсе, дәрігер бермесе, онда іше алмайсыз. Өзіңіз біреу ішіпті, жақсы болып кетті, витамин, ламинамарин, бір пәле, оның бәрі дәрігер беру керек. Машинам бұзылып, причинасын ешкім таппай жатыр, арнайы оқитын дұға бар ма дейді. Мадияр, бұл ойыншық емес, саған күлкі, прикол үшін сұрап отырсаң,
абайлаңыз, прикол дінмен ойнамай ақ қой жаным, басқа нәрсемен ойнай бер. Шаман кетсе Назарбаевпен ойна, духың жетсе басқамен ойна, бірақ дінмен ойнама жаным. Осы дін үшін сенің ата бабаң жан берген жаным. Осы жолда құрбан болған бәрі. Сондықтан ойнама жынмен алтыным, басқа нәрсемен орындай бер жаным. Сол машина басыңа бәле болып қалып жүрмесін. Ойнама жаным мен алтыным. Қызым намазға ниет етіп оқи алмай жүр, жасы 15-те дейді. Жәрдем беріңіз, 15-тегі қызға жәрдем беріңіз. Алимент төлемеген ер адам сұраныс болады ма өмірде дейді. Алимент бұл мемлекеттің қойған арзы маған кішкентай ғана тиын ақшасы. Баланы толық бағу, баланы толық қамтамасыз ету, баланың истинжа деп айтылады араб тілінде, яғни дәрет, ас дәретін алатын халге жеткен кезде әкесі өз қолына алып, оны тәрбиелеуі міндетті болады. Енді бүгіндегі әке сымақтар баласын туғызып тастап кеткендер, әйелді ұрып, оны жексұрын қып, оны жүргіш қып, басқа жағдайға қалдырып, содан кейін жарты жолда тастап, басқа сезімі, махаббаты оянып кетіп, басқа біреуге, сонымен басқа бір өз баласын тастап, біреудің баласына жабысып жүргендер мені жақсылап естіп алыңыздар. Қазір ауырақ сөз айтам, енді ауыр сөз болса да шындық сөз. Шетелде дамыған Малайзия, Япония мемлекеттерінде, мен мұсылман еместерді мысал келтіре берейін, мұсылмандар былай шетке қоя тұрайық. Мұсылман емес мемлекеттердің өзінде, Жапонияда, басқа үлкен дамыған мемлекеттерде алимент төлемей, немесе әйелін тастап, жарты жолда қалдырғандарды мемлекеттік қызметтерге қоймайды. Кешегі Совет үкіметі кезінде де оның аяғын, шет ұшқынын біздерде, сіздерде көргенсіздер. Партийный адамдар семьясымен ажырасса, оны партиядан шығаратын болған. Үлкен лауазым бермейтін болған. Неге? Бір жағы дұрыс. Сол кәпір болған, мұсылман болмаған мемлекеттің тірлігінің өзі дұрыс. Неге? Өйткені өз белінен шыққан, өз ұрпағына жақсылық жасамаған адам қазаққа ешқашан ұрпақ жасамайды, жақсылық жасамайды. Өз ұрпағына жақсылық мейірім төкпеген адам халқына мейірім төгемейді ешқашан. Өзінен тараған балаға жақсылық жасап оған тиын тебенді жыртып бермеген адам басқа біреудің баласын жетектеп жүргендер мені естіп алыңыздар. Ауырлау сөз, ауыр болса да, ауыр дәрі де емді болса жақсы болады. Сондықтан өз балаларыңыз тұрған кезде содан қашып, мен біразын білем, нелерді кімге бар келісіп, налоговыйға, басқа жерге келісіп, ақшаны аз көрсетіп, менің айлығым бар болған 70 мыңнан енді қанша берем деп қиналып, сондай танытып, өкіметті алдап, өкіметтің ортасында баланы алдап, содан кейін сол өскен бала ертең үлкен мемлекеттің бір қайраткері болса, ұялмай, қызармай, бетіңді шелп еткізбей, қай бетіңмен барасың? Бұл бір. Алдына баруға тура келеді. Екіншіден, сол бала мейлі үлкен ондай лауазымға жетпей қазақтың баласы болса, сол қазақтың баласына қайыр садақаның өзін жасау сізде не адамдық, мұсылмандық баршыңыз, борышыңыздан өзіңізді бұны төмен санағаныңыз ба? Бұл екінші жағдай ма? Үшінші жағдай, Алланың алдына қалай тұрасыз? Алланың алдына қалай тұрасыз? Ұялмайсыз ба? Белден шыққан адамды алдап, біреуге жақсылық жасап жүргендер. Абырой үшін барып біреуге қосылып, жағдай үшін семьясын тастап, ертең өз балаңды семьяңыз сезімін оянса, ол басқа мәселе. Сондықтан да мен айтпақ болғаным, бұл нәрсе арам болады. Ер азаматтар, тікелей эфирде сіздер неге дұрыс сұрақ қоймайсыздар? Мағынасы осылар, ер азаматтық қасиеттеріңіз қайда дейді. Дұрыс айтады қарындасым. Бір үйге қонуға бардым дейді. Сол үйде бастырылып қалдым. Ол неден дейді.
бастырылатын уақыт жеткендігінен сол үйдегі, енді ол үйді жамандыққа шығарып жібермейік, екеуміз екі жақтап, үйлеріңде бір бәле бар, что-то мен бастырылмайтын едім, сен үйіңнен бастырылым, үйлерің таза емес, вообще таза емес, мына өзі таза ма, жегендерің адал ма деп диагноз қойып, сразу оның бәрін басын қатырмаңыздар. Біріншіден біреудің үйіне қонба, екіншіден гостиницаға қон, үшіншіден қонсаң да сондай жағдай болса, мен сізге шариғаттан мынандай үкім айтып берейін. Біреудің үйіне барып дейді, ғұсылың бұзылып қалса, енді түнде ұйықтадың бір түстерді көрдің де, андай эротический түстер көрдің де, денеңнен жаңағы енді түсінікті полюция болса, яғни денен ғұсыл алу міндетті болып қалса дейді, сол қызы бар, әйелі бар үйде ғұсыл алмасын дейді шариғат. Неге? Анау үйдің иесі жаман ойлайды, мынаны алып шомылып жатыр деп ойлайды дейді. Сол сияқты бұл енді шариғаттың бұл минимальный қойған үкімі. Ал енді өзің ойлашы, сен біреудің үйіне барып бастырылдың, соны шай ішіп жатқанда сен үйіңде бастырылдым мен, үйлерің таза емес сендердің, өзі деп сөңген, оны өзіне айтпасаң да былай қарай шығып бүкіл бала шағаңа ағайындарың айтып, наверное, жеген ғой, өкіметті жеп тұрғызған үй ғой, сол үшін бір үйінде сондай болды, такой аурасы жаман үйлерінің деген диагнозды қоймаңыздар. Сенің аураң өзің айналайын, әркімнің аурасы өзіне. Біреудің үйіне барып, үйлерің осындай, жерлеріңізді айтушы болмаңыздар. Өзіңіз умраға жетекшілік етіп апарасыз ба? Иә, апаратын кезде жуырда барамыз, салған кезде иншалла көресіздер. Әзірше қаражаттарыңызды жинап дайын отыра беріңіздер. Аға, қызым жеңіл жүріске түсейін деп жүр. Охо, Алла разылығы үшін онымен неке қисам қалай болады? Сонда не болады? Сенмен жүріп жеңіл жүріске түсе бере ме, не болады сонда? Қаңтар айына умра бар ма дейді. Ниетіміз бар, енді көреміз қалай отырмыз. Үлкен қажылықты жасап отырмыз қазір. Өзі ашық киініп, діннен хабары жоқ, бірақ мәһірге машина үй сұрайтын қыздарға не десек болады дейді. Неге сен ашық киінген қыздарға тиісіп отырсың бұл жерде? Сонда не, жабық болған қыздар сұрауға лайықты ма не? Неге халықты, дінді және дінсіз етіп бөлуге алып келдіңіздер? Құрметті бауырлар, қарындастар, маған әлбетте жүрегім ауырады қазақ қызының етегі ашық жүрген, бірақ бәрібір ол менің қарындасым, сенің қарындасың, қазақтың қызы. Соның солай жүргеніне сен мен кінәліміз, біліңіз. Неге сен махр туралы ашық-шашық деп, сонда не, орамал таққандардың сұрағаны жараса ма не? Соны айтқың кеп тұр ма? Жо түбінде сондай оларды қорғаштаған ойың бар ма? Жоқ жан, қателесесің бағым. Махрдың темасын былай қой, мен сен не айтайын деп атқаныңды түсініп тұрмын бұл жерде. Ашық-шашық киінсін, маған десе тұрзай жалаңаш жүрсін, ол өз жауабын өзі береді. Бірақ ол бәрібір сенің әпкең, менің қарындасым, біздің анамыз, болашақ біздің Қазақстанның бір үлкен тұлғасы, адамы. Соның солай жүргеніне өзіңді кінәлап іште жей берсең болады. Дінімді неге жеткізбедің, неге қорқытып жеткіздің деп Алла сұраса не айтасыз? Сондықтан өйтіп бұрмалаудың керегі жоқ. Мәһір әйелдің ақысы, бірақ біздің қазақ халқы оны қалың мал қып берді, сыйлық қып берді, бәрі қызға жұмсалды. Сондықтан оны айтқанымыз, оны қалың мал сол мәһір болып табылады. Қазір енді бәрі діннен дым білмей, соны сұрайтын болып қалдық қой. Десе де, бәрібір қалай болғанда да, сен айтқандай ашық-шашық киінсе де, ол оның ақысы. Көшеде жүрген жезөкше болып күйеуге шықса, бывший проститутка, оның да ол ақысы. Сен бұрын жезөкше болғансың, саған мәһір берілмейді деп айтылмайды оған. Сондықтан ешқашан бір қазақты екіге бөлмеңіздер. Біз бір елміз, бір тұтас мемлекетпіз. Осыны ұстай біліңіздер. Сонда дұрыс болады, сонда дұрыс дамимыз. Төртінші қызды болдық дейді. Қызым қызыңызға тәрбие, мен жерде аккаунтта видео бар 1 сағаттық. Можно ли тахаджуд намаз совершать сразу в 4 раката? Да, можно, но там будет свои правила чтения этого намаза. Она будет читаться как в виде гайруль муаккада, то есть неустановленный сунна. Она будет читаться после 2 ракат.
аттахията, ташахуда, будете читать салават, также прочтете одну дуа Раббана, либо любую дуа. После этого, не давая салам, в правую сторону будете вставать со словами Субханака, то есть Сана. И так будете в этом последовательности будете читать. Самое лучшее, конечно, прочитать по 2 раката. Это самое лучшее. Не надо искать вот такие завуалированные моменты. Мы обычно стараемся, особенно наши мусульмане, хотят в нашем 21 веке хотят показать, что они очень такие начитанные, набожные. Знаете, вот то, что люди стандартно делают, хотят что-то изменить, хотят что-то привнести, чем-то выделиться. Ну, не зря сказано, вот эти понты, они в религии в исламе неуместны. Поэтому то, что мы же по логике не двигаемся в исламе, у нас установленный шариат есть. Шариат основывается на Коране и также на хадисах пророка саллаллаху. Поэтому вот этим установленным шариатом мы должны поклоняться. Не нашим логикам, нашим пониманиям и нашим хотениям, либо нашим предпочтениям. Да, мне так удобнее, я хочу 4, а некоторые хотят сразу 8 ракатов совершить. И что это будет? Исходя из этого, маска, которую мы протираем ногой, если по логике, если мы будем ссылаться на логику, мы должны протирать нижнюю часть. Да, так как она пачкается, нижняя часть же, подошвы же пачкаются. А мы по исламу не опираемся на нашу логику, мы опираемся на нашего пророка саллаллаху. Исходя из этого, мы протираем верхнюю часть. Сәбидің атын молда шақырып қою керек па? Қырқынан шыққанда мешітке апарамыз ба? Апарсаңыз да болады, үйге алып келсеңіз де болады молданы, бірақ ең жақсы молда емес, үйдегі күйеуі әкесі шақырсын. Ұстаз дейді, мамам көп арақ ішеді, қалай қойдырсам болады дейді. Сен өзің өміріңді турала, өзіңді жақсылыққа, намазға алып келіп Құдайдан сұра, көзіңе жас алып, ана атайың үшін, анаң үшін сұра, Алла жүрегіне береді жаным. Бірақ анаңды ренжітпе. Әлбетте ұнамағанын көрсет ішкенін, бірақ анаңды ренжітіп алма. Ішсе де, қандай істе болса да ол сенің анаң. Басқа анамыз жоқ жер бетінде жаным. Қазір беташада мода болып кетті. Барып баласы барда бетін ашу дейді. Қалай? Мода болып кетті. Барып баласы барда бетін ашу, түсінбедім. Ерекше баласы бар ата-ана өз күнәсі болған соң дейді. Рас па, жоқ, дұрыс емес. Дұрыс емес. Ол қазіргі психологияның айтып жүрген, психосоматикасының әртүрлі айтып жүрген бағыттары. Ол ислам мен шариғатпен жанаспайды. Жолдасым шай болды, ұрсып қала береміз. Көз тиюден болу мүмкін ба дейді. Иә, суытпа, ысытпа деген дүниелері бар. Сиқыр деп айтамыз, түсінікті болу үшін, содан болуы да ықтимал. Қыз айтады, сен менің ойымдағы адам емессің дейді. Неге өйтіп айтты дейді. Өзінен сұра. Енді айтыпты ғой саған, бетіңе бұл шейтіп тұрып. Болды, енді кете бер енді. Сен менің адам емессің дейді. Несіне жүрсің артына жабылып? Жер бетінде қыз жоқ па? Түсінем енді, махаббат, сезім жаман дүние, страшный нәрсе. Түрге де қарамайды, салмаққа да қарамайды. Бірақ сен мені тыңда, қой. Онда мазасын алма. Можно ли витр намаз читать сразу после иша намаза? Скорее всего, Абзал, ты хочешь этим проверить меня, да? Разных разговоров много, что это неправильно, там где-то, значит, обычно так и задают вопросы. Многие, я насчет тебя не знаю, но исходя из тех вопросов, которые ты задаешь, я примерно чувствую, что примерно ты знаешь. Поэтому я подумаю в лучшем качестве, что ты хочешь удостовериться в правильности своих деяний, действий. Иша намаз не читается, желательно не читается сразу после Иши, тахаджуд. Если тахаджуд будете читать сразу после Иши, она все равно будет принятым. Мы не говорим, что она не принимается, но самое лучшее, которое нам указал пророк саллаллаху, надо маленько, чуть-чуть вздремнуть. После этого можно будет читать. Ана бір кісілер Құранның 30 нұсқасын тауыпты дейді, тәпсірдегі деп ойлаймын дейді. Құранды 30 түрі таралды. Қайсыны оқыватсыз деп қазір айтып жүрген атеистердің сөздері бұл былай. Құранның шын мәнінде оқу үлгісі, яғни
деп айтайын, біздің елге түсінікті болу үшін бірнеше үлгі диалект дейміз ғой, қазақша түсінікті болу. Батыстың, оңтүстік пен солтүстіктің диалекті сияқты араб тілінің өте тілінің сөздерінің тереңдігінен бірнеше сөздер бірнеше мағына беріп кетуді ықтимал. Сол үшін әріптердің произношениесіне сай, мысалы кейбір жерде, мысалы кувейттік арабтар қаф дегенді қафтаны г-ға жақындатып айтады, гаф деп айтады. Соған байланысты бірнеше қырағаттар пайда болған. Бұл пайғамбар саллаллаху алейхи қайтыс болысымен бүкіл әлемдегі мұсылмандар барлық бір жерге келіп исламды қабылдай бастаған кезде шын мәнінде өзгерістер пайда болды. Кейін Хузайфа Ямани деген сахаба Абу Бәкірге келіп, мына Құранды жинау керек. Өйткені пайғамбар тірі кезінде өзі Құранды кітап күйінде как таковой жинап берген жоқ. Ол кітап күйінде болған жоқ. Сүйекте, таста, пергаментте әр жерде Құран кітап болмады. Енді осы Құранды бір жерге жинау керек болды. Қалай жинаймыз? Абу Бәкірдің өмірі жетпеді. Омардың халифалық келді, Омар кетті. Османның уақытысында уже қарилар өле бастады, Құран жаттағандардың бәрі. Енді Құранды жинау керек болды. Себеп, өйткені африкалық арабтар, алжирліктер басқаша оқитын болды. Мысалы, қала әріптері өзгереді, диалектісіне сай. Абу Бәкір бір Құранды естіді, түсінбеді мағынасын. Қалай оқып жатқан. Содан келіп, жаңа сахаба сол кезде келіп Османға айтады, мына Құранды жинауымыз керек дейді. Енді қай нұсқамен жинаймыз? Қай кітап күйінде түсіреміз? Құран ілімдеріне кіріспе деген Құран ілімдерін ашықтап беретін Қайрат Құрманбаевтың кітабын оқып шығыңыздар, егер бұл бағытта қызық көрген кісілерге айтарым. Сол Құран күйіне жинала бастады. Қай күйде? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның өзінің Құрайш диалектісімен жазылды Құран. Енді кейінірек Құранды оқу, ол кезде мынандай харака, аз түстер жоқ, тәжвид ілімінде жоқ, керек болсаңыз. Кейінірек бұл шыққан дүние. Сөйтіп, әр мемлекеттің диалектісіне сай, бірақ түпкі оригинал бір Құранға сүйенеді. Ол Құран сол бәрі арабша жазылған, бірақ оқу произношениесінде айырмашылық бола береді. Содан кейін сіз айтқан 30-ға жақын, 30-дан да асқан қырағаттар пайда болды. Кейінірек қырағатты оқу жүйесін ғалымдардың бәрі әлемдік деңгейде жиналып 7-ге түсірді. Қазір мәшһүр 7 қырағат бар. Біздің елімізде ғалым кісілер. Сондықтан осы біздің қазір бүкіл Орта Азия халқы Хафс ан Асим деген 2 адамның жиналған диалектісімен оқимыз. Біздің елімізде Құрандың барлығы Хафс ан Асим қирағатымен оқылады. Орта Азияның көлемінде. Енді айырмашылық неде? Bir жерде и деп оқылады, bir жерде у деп оқылады. Бірақ түпкі мағына бір. Мысалы, үлкен деп айтамыз, үлкен деген сөзді сәл жасқара жеткізу үшін үлкен деп айтатындар бар. Сол сияқты произношениесінде айырмашылық болуы ықтимал. Бірақ бұл Құранның мағынасын ешқашан бұзбаған және бұзбайды да. Сондықтан ол ана қазір айтып жүргендері адамдардікі, ол өзі діннен дым хабары жоқ адамның сөзі. Төркінге барғанда күйеуім балаларға памперс, кашаларын алып бермейді. Папа, мамалар алып берсін. Олардың да немересі ғой дейді. Сол дұрыс па дейді. Енді сіз де соны аңдымасаңызшы. Сіз де соны аңдымаңыз. Алып берген екен, енді бәрібір күйеуіңіз жақсылығын асырып, жаманшылығын жасырып қой. Памперс пен кашаға миллион кетпейді ғой. Көп болса 2-3 мыңның шаруасы шығар. Сол 2-3 мың сөз үшін, 2-3 мыңның шаруасы үшін не стоит? Оның жақсылығын аяққа таптап, өмір бойы істеген нәрсесін елемей, ата-анаңыздың одан 2-3 мыңнан кем болып қалмайды. Сіз өзіңіз де таба аласыз соны, ағайындар да береді, оны айтатын сөз емес жан. Ұстаз, намаз баштадым, білген сүре менен оқи берсем бола береби дейді. Азырға болады, үйренгенше. Ана үйреніп алғаннан кейін жақсы бір валнаға келгенде қайрайлы үйреніш керек. Дамылаға барып, шында оқып атам, шу дұрыс бұл, емне қай жерін деп түзетіп алыш керек, ошы жақсы болмақ. Бала асырап алудың сауабы туралы айтыңызшы.
Енді бір адамды тура жолға салу деген сөз, өмірге бейімдеу деген сөз. Ол сауапты кейбір адамдар өтірік айтып бұзып қояды. Яғни балаға өз атын беріп, өз фамилиясын беріп, мамасы жоқ болса, мен мамаңмын деген сияқты өтірік айтудың қажеті жоқ. Балаға түсінік болу үшін кішкентай кезінде айтылатын шығар, бірақ ақыл тоқтатқаныңызды түсіндіру керек. Бала асырау сауап, үлкен жақсы қайырлы іс, берекелі іс, жәннеттің жолындағы іс. Бірақ Алла тағаланы балаға тәрбиеде Алланы танытып берсеңіз, сонда ғана дұрыс болады. Тұрмыс құрмаған қыздарға қажылыққа баруға болады ма? Мәселе тұрмыс құрған, құрмаған деген сөз жоқ. Бұл жерде махрам деп айтылады. Әйел адам патша, қыз бала патша. Ол команда беріп үйрену керек. Сол үшін шариғатта Меккеге ұзақ сапарға әйелдің қасында бір қызметші біреу болсын дейді. Иди, подай, принеси деген біреу болу керек әйелге. Ол бауыры, інісі, ағасы, күйеуі, папасы. Осы адамдар қасында жүру керек. Апар әкел, ол қорғауға лайықты болған. Алла қорғаған, пайғамбар қорғаған, дін қорғаған, біз қорғауымыз керек. Сондықтан қыз баланың дәрежесі өзбекше айтқанда бәләнд, аспанда. Сол құрметті әйел адамдар дұрыс пайдалану керек. Яғни Алла сіздерге сондай дәреже бергенде түкке тұрмайтын нәрселерге абыройды түсірмеу керек. Сондықтан сіздер тіпті сондай қорғалғасыздар, сапарға қызметшімен шығу керексіздер. Ол ма, әйел адамның дәрежесін қорғалғаны, енді ақыр айтылды ғой, жер бетінде ондай мемлекет жоқ. Әйел адамдардың таза емес күндерінде жұмысқа келме деген заң жоқ. Мысалы, бір әйел жұмыс дейді. Таза емес күндері келді. Мен бүгін ауырып жатсың ғой сен, жұмысқа шықпай қой деген заң бар ма? Мемлекет бар ма? 300-ге жақын мемлекет бар, онда 300 мемлекеттің ішінде жоқ. Не Арабияң, не Қазақстаның, не дүниеңде ондай мемлекет. Дінде сондай үкім бар. Әйел адамның таза емес күндерінде намаз оқымайды. Таза оқымайды. Намаз оқымайды. Құлшылық қылмайды, ораза ұстамайды. Ең қызығы, намазды қайтармайды, оразаны қайтарады. Мысықты дейді. Мысықты далаға шығарып жіберсе бола ма? Болады. Бірақ 40 градус аязда шығарып қатып өліп қалмау керек. Мұнымен даланың өміріне бейімделген мысықты жібересіздер, даланың өміріне бейімделген. Андай бір породистый, үйден шықпайтын, попугайды мысалы далаға ұшырып жіберсе не болады? Өледі де қалады. Сол сияқты. Ондай болмайды. Сауд Арабиясы құл базар жылдарға дейін болған дейді, рас па дейді. Жоқ, өтірік сөз. Өтірік сөз. Бір мемлекетті төмен түсіру бұл үлкен, мен енді шариғат жағында күнә екенін оны сіз өздеріңіз білесіздер, бірақ заңменен қудалатын дүние. Бір халықты төмен түсіріп, оларды педофил деп, пайғамбарға қатысты, немесе арабтарға қатысты, немесе ағылшындарға, американстар жақсы ма не? Бүкіл Индия халқын қырып тастаған, тікелей бауыздап тастаған американстар жақсы ма не? Ол өтті кетті, біріншіден. Екіншіден, бір халықты, олар үшін немістер, мысалы, сенің ата-бабаңды өлтірді. Қазір немістер кінәлі ма не соған? Фашистік нацизм үшін. Сол сияқты ол өткен нәрсені шұқымаңыздар, бұл біріншіден. Екіншіден, білмейтін болсаңыз, оның ішіне кірмегенің жақсы. Сол үшіншіден, бір халықты жоғары, бір халықты төмен қоймаңыздар. Мейлі түріктердің, мейлі арабтардың, мейлі Венесуэла халқы, мейлі Қытай халқының өзінің құндылықтары бар. Өзінің құрмет тұтатын нәрселері бар. Өзінің сыйынғандары бар, өзінің сыйлағандары бар. Біздің де тарап сол сияқты. Саған ұнамайтын шығар, сенің атаң осындай. Не, бізде қыз зорлағандар болған жоқ па не? Қазақ тарихында Абайды оқысаңыз жеткілікті, соның ішінде біразы бар. Сондықтан бұл жерде ол мына халық мынандай деген сөзді айтудың керегі жоқ. Адам болады, адам қателеседі, пенде, бірақ ол жалпы халыққа топырақ атуға алып келмеу керек. Можно начать читать только утренний намаз и ташахуд. Таджахуд. Тахаджуд вы хотели сказать, да? Можно так начать, а дальше продолжить, как время придет пятикратно читать намаз. Для тех, кто вообще намаз не читает, как бы чтобы приучить к
приобщить к хорошему. Когда спрашивают, можно ли начать хоть с одного намаза, да, конечно, начинайте. Но второй момент, когда вы говорите после утреннего намаза про тахаджуд считается дополнительным, не обязательно. Вместо тахаджуда я вам посоветовал бы прочитать еще другой намаз, который идет последующим после утреннего намаза. Либо обеденный намаз, либо полуденный намаз, вечерний, либо ночной. Разницы нет. Любого начните, еще в качестве у вас будет два. За тахаджуд, ночной намаз, спрос не будет перед Всевышним Аллахом. Почему? Потому что это не обязательный намаз, это не предписанный намаз, это чисто добровольное поклонение в угоду удовольствия Всевышнего. А пятикратный намаз, он является обязательным столпом в исламе, и за это будет спрос. Тұрмысқа шыққым келеді, адамды жолықтыра алмай жүрмін, уақыт болса өтіп жатыр дейді. Енді жолықтырамай жүрсең өтіп кете береді ол да. Әрекет қыл, жасыңдай өтіп баратса, айт прямой. Бар шығар жер тыңдап жүргендер қасыңда. Сол басында қатырмай, алсаң ал де менде. Жақсы әйел болам де. Менің тұрысым осы де, салмағым 75 килограмм де. Жақсылап жуам, киімді жуам, стиральный машина алмай қой, кірді қолмен жуам. В общем, навороченный әйел болам саған де. Деп прямой айт. Жақсы бала туып берем де бәленбай бала. Сөйтіп жақсы әйел болам, мені ал деп прямой айта бер. Намыстанатындығы жоқ. Туалетке барғанда намыстанбайсың, басқада намыстанбайсың. Енді шын мәнінде қасыңда жүрген болса өмір өтіп жатыр. Жүр, бірімізді көрейік, танысайық, соңғы тағы да кездесейік, соң көрейік, өмір өте береді жаным. Бір қарасаң 45-ке келесің, бір қарасаң 54-ке келесің, сонымен өмірде ар жағы көрініп қалады. Сондықтан ең дұрысы ботам уақытты созбай, басынды қатырмай, алсаң ал де, алмасаң қой де. Дұрыс болады сол. Мұхтасар жайлы пікіріңіз тамаша кітап. Бәріміз мұхтасардан бастағанбыз. Шариғат ілімдерінің нағыз жинағы. Енді біздің елімізде қысқартылған версиясы, мұхтасар виқая, енді көп оқытылмайды біздің елімізде. Арнайы оқу орын, діни оқу орын болмаса, жалпы мұхтасар жинақталған ілімдердің бір нағыз шоқты құлшылық ғибадаттағы ең түсіндірген ілімдер. Бірнеше версиялары бар, бірақ шын мәнінде оқып үйренетін жақсы кітап. Мысырдан дейді, сәлем. Уалейкумассалам рахматуллахи ва баракатух. Аяғым ауыр дейді, үйімде мысығым бар дейді. Босанған соң зияны тимей ма? Біреуге беруге қимаймын, себебі бала кезінен қолымда өсті дейді. Енді мысық зиян тимей ма деген, мен мысықпен сөйлесе алмаймын ғой. Мысықтың тигізесің бе деп сұрай алмаймын зиянын. Бірақ ол бәрі хайуан. Ол анық. Мысықта ми жоқ, кішкене командаларды умный істесе, ол ақылды деген сөз емес. Сіз айтқандай бір адам жыланды тауып алған ғой, кішкентай бір баланың жыланы екен. Соны бір қыз бағып, өсіріп, жыланды анаконданың жыланы екен. Сонымен өсе береді. Екеуі құшақтап өседі, бірін құшақтайды. Содан біраз жылан үлкейіпті. Үлкен құшақтап жатты. Содан кейін жылан ауырып қапты. Жылан ауырып қалып, қатты ауырып, жазылмайтын ауру болып, докторға ветеринарға алып келіпті әйел. Қыз үлкен анаконда болып қапты ол да. Содан кейін келіпті, врач ары қарап, бері қарап, рептилия дейді енді, рептилияны ары қарап, бері қарап, соң айтты, сенің жыланың ауру емес депті. Қалай тамақ ішпейді ғой десе, бұл сені жұтуға дайындалып жатыр. Аш болып, өзін сені құшақтап жатыр, расчет жасап жатыр депті. Сені қанша уақытта қалай жұтатынын есептеп жатыр депті. Ой, қалай ол менің өмір бойы өскен жұты, ол хайуан депті. Ол сені жұтуға дайындалып жатыр депті. Бұл мысалмен айтылған, қасыңызда көп жыландар бар сіздердің қастарыңызда. Ақыл айтқыштар. Сол жыландарды дұрыстап табына біліңіздер, анықтай біліңіздер. Яғни бұл деген сөз хайуан, ол хайуан. Сондықтан ертең тағы бір оқиға айтып берейін. Бір охотник бір аюдың баласын тауып алады. Аюдың баласын тауып алады да үйге алып келеді, баласы қонжықпен осы ойнап, екеуі күресіп, сондай жақсы өседі бала, аю. Содан кейін бір күні жаңағы сондай халге жеткен, бала ұйықтағанда шыбынын қорып тұрады екен аю баласы. Содан бір күні бір шыбын айланып келіп ұшап қона береді. Былай ұшса, айдаса ана баланың шыбыны қайта қылып қонады. Содан жынданыпты да, аю ғой енді хайуан. Жерден таяғы тас алып басын бұрып шыбындырам деп баланы ұрып өлтіріп қойған екен. Сондықтан ол хайуан, ол мысық. Қызғану мүмкін, тырнауы мүмкін. Көріңіз. Бірақ жаңағы сіздің алдыңыздаған айттым, ескерген шығарсыз, мысықты, итті үйдегі бір жерге тастаған кезде, сыртқа шығарған кезде тамағын тауып алатын халге тастау керек. Көрінген жерге айдалаға немесе джунглидің ішіне апарып тастауға болмайды.
Құранның орысша переводы мен қайсысын кеңес бересіз? Бәрі жақсы. Енді кейбіреуінде діндардың ортасында таластар бар. Кулиевтікінде, мысалы айтайық, Порохованікі де жақсы, бірақ Порохованікі кішкене литературный өлең тілімен жазылған, жаттау қиындау болады. Түсіңде тісі түсіп қалса не болады екен? Ештеңе болмайды. Денсаулығыңызды күтіңіз. Орыс аруақ кірсе не істеуім керек дейді? Намаз оқуым керек. Ұл тумадым, ер азаматым екінші әйелге рұқсат етуге міндеттімін бе? Жоқ, ондай әңгіме жоқ. Пайғамбардың әйелдері ұл тумаған, сонда не кінәлі бола ма не? Жақсылықты адам ұлдан көре ма, қыздан көре ма, жоқ вообще көрмей ма? Оны Құдай біледі ғой оны. Сондықтан Алла не берсе де қайыр берсін. Кейбір жігіттер бар, әйелі қыз туған сайын қабақтары түсіп, достарының арасында бір түрлі бір өздерін жайсыз сезініп, жаңағы бұның ұрпағы жоқ деп, оған ата енесі қосылып алып келінді, жаңағы как будто ол өзі бүйтіп датчикпен туып отқан сияқты, қыздың датчигі бар сияқты. Жоқ, Алланың қалауы. Сол қыздан жақсылық көресің бұйырса. Сондықтан қайырлы болсын деп сұрай беріңіз, қайсысы болса да. Ондай әңгіме жоқ. Ол балаға қандай есім қойған дұрыс? Аталарыңыздың, үлкендеріңіздің атын қойыңыздар. Мағынасы түсінікті, өзің түсінген, аталарыңызда болған үлкен кісілердің атын қоя беріңіздер. Аспапта ойнау харам ба? Жоқ, бос сөз. Орыс аруақ кірсе, свечка қоюға бола ма дейді? Жоқ, болмайды. Мұсылман адам христиандардың мерекесіне қатыспайды. Шомылуына, рождествосына, басқасына біз қатысамаймыз. Біз ол мемлекеттің қойған мерекесі болу ықтимал. Енді біз зайырлы мемлекетте өмір сүріп жатырмыз, мысалы Ресейде де солай, бірақ бізде біз мұсылманбыз. Сондықтан мұсылман еместердің мерекесіне қатысамаймыз. Ол мемлекеттік мерекесі болу мүмкін, тостора сол сияқты жаңа жыл. Ол мемлекеттікі, бірақ біздің оған діни рәсімге қатысамаймыз. Ана купание бар ғой, шомылу. Тап болды сондай дүние. Анашым, ағам, жеңгем умра қажылыққа кетті. Алладан дұғалар қабыл болсын дейді. Амин. Молдалардың Құран оқығандар үшін ақша алғандар қаншалықты дұрыс? Сен бермесең жақсы болады сонда. Сен бермей қой, бол, өзің оқы. Ең жақсы өзің оқы. Молда сенен сұрамайды. Өзің оқи алмайсың. Сен жаңағы заправка барғанда бензин құйып беретін ана пистолетчикке ақша бермей қой, өзім қоямын, артыр десең артырады. Сол сияқты молдан қуып шық, зачем саған молда? Молда керек жоқ саған. Молдан қуып шық, өзің оқи бер, болса ақша эконом болады саған. Бермейсің, рахат болады, өзің оқы, Құранды өзің оқы, жаназаңды өзің шығар айналайын, некеңді өзің қиып ал. Жақсы, зачем саған молда? Сонда ақша бермейсің, эконом болады. Өзің оқи алмайсың, оқыған молданы аңдайсың. Бұл қалай сонда? Оқымай қой сен, молданы шақырмай қой, жақсы болады, рахат болады. Немеремде айдар шаш бар еді, соны алып тастауға бола ма? Көп ауырады, 7 жасқа келгенде аламыз деп едік. Жоқ, алып тастаңыздар. Орыстың шіркеуінде экскурсияға барса бола ма? Жоқ, керек жоқ. Экскурсия барғың келсе, неге бар? Музейге бар. Музейге бармаған жоқсыздар. Осы мен тыңдап отқанның жартысынан көбі 90% музейге бармағандар. Өз туған жерде өлкетану музейіне барсаңыздаршы, өз қазақ жеріңде не бар, жеріңде не жоқ, барған кезде анау бүйтіп деп кетіп қалмай, кәдімгі қарап, оқып, суретке түсіріп, өз тарихыңызбен неге мақтанбайсыздар? Неге шіркеуіңе мақтанасың сен? Егер прикол үшін сұрап тұрсаң, онда өзің күлесің. Бірақ шын сұрап тұрсаң, онда музейге бар. Балаға азан шақырып ат қою керек пе? Ең кеш дегенде қанша жасында или қанша айына дейін? 40-на дейін қойып қою керек. 40-да қойып бітіру керек. Болды. 40-дан кейін ары қарай кештеу болады. Ұлымның зиратына барсам, іші толы үкі құсының қауырсына. Бұл ненің білдіреді? Ештеңені білдірмейді. Оны уайымдай бермеңіз. Сыпырып тазалап қойыңыз, болды.
отбасындағы ер мен әйелдердің міндеттері, осы жерде аккаунтта видео бар жаным. 1 сағаттан еркекке арнағанбыз, 1 сағаттан әйелге арнағанбыз, бәрі бар жаным. Бір жанды қатты ренжітіп қойдым. Қанша түсіндіріп айтып жатырмын, түсінбей жатыр. Не істесем болады, кеңес айтыңызшы дейді. Бір сөз бар қазақта. Ақымақ шынын айтам деп сырын айтады дейді. Біреулер ақыл үйретем деп біреуді ренжітіп, оның өміріне кіріп, сөйтеді. Сенің ойың дұрыс шығар. Сенің ойың жақсылыққа шақыру шығар. Бірақ біреудің жақсылық әдепке шақырам деп дейді, өзің әдептен шықпа деген жақсы сөз бар. Сол үшін дін зорлық емес деген сөз осыдан кеп шығады. Неге? Өйткені сен дінді, ұлы нәрсені жеткізем деп отырып біреуді ренжітесің. Мысалы айтайық, орыстар намаз оқымаса, біз оларды оңбаған деп тіл тигізуге болмайды. Құранда ля тасуббу, тілдерін тигізбеңіздер дейді оларға. Алла заң қойған. Сондықтан да біз мейірімділік, көркемдік танытуымыз керек. Енді ағайындардың ішінде, араласқан адамдардың ішінде біреуді дұрысқа шақырам деп ренжітіп, оның ішкі өміріне кіріп, сенікі дұрыс емес, сенікі қабыл емес, сен бәленсің деп өзін жоғары қоя тұра, біреуді төмен түсіру үлкен әдепсіздік болып табылады, бауырлар. Сондықтан біреуді ренжітпеуге тырысыңыз. Ренжітсеңіз, не айтады? Тезірек кешірім сұраңыз дейді. Кешірім сұрағанда да дұрыстап сұраңыз. Енді ары қарай да болмай жатса, енді кешірім сұрадыңыз, ар жағы қалады. Тіл көзден дейді, қалай тазалануға болады? Құранның аят сүрелерімен тазаланасыз. Құран мен намаз оқу үшін бірінші неден басталады? Бірінші тазалықтан басталады. Аға, үйден намаз уақыт кіргенде азан шақыру, обязательно шақыру керек пе? Азан шақырған сайын үйіңнен көз кетеді. Үйіңнен берекенің жолы ашылады. Үйіңнен шайтан қашады. Үйіңнен жын қашады. Үйіңе құт келеді. Азан айтқан сайын сүннеттің нұры келеді. Сүннет пайғамбардың шарапаты келеді. Сондықтан бұл өте жақсы нәрсе, азан айт. Бірақ азан айтқан кезде бағана сөзге қайтып келдік. Менің намазым бар еді деп ұйықтағандарды шошытып, бата сәсеттер бар еді соғып, айғайлап істеу дұрыс нәрсе емес. Отбасымның берекесі кетті. Жарты жылда неше түрлі оқиғалар болып жатыр отбасымен. Әкем мен анамның жүректері ауырып бітті. Күнде жылайды. Не істесем болады? Осы проблеманың бәрін Аллаға айтпағаннан болып жатыр. Барлықтарын Аллаға айтсаңдар, проблема шешіледі. Проблеманы біз адамға айтамыз. Адамға айтатын себебіміз Аллаға айтпай жатырмыз. Аллаға айтсаңыз, проблемаңызда адамға мұқтаж болмайсыз. Сол үшін атаң қазақ айтқан, Құдайға сыйынғанның бүйірі шығады дейді, жаным, адамға айтқанның көзі шығады дейді. Адамға айта бергеннен кейін проблема сейілмейді, уайым кетпейді. Қайта уайым қосып береді, сауап болды дейді. Қазір проблеманы даже ағайыныңа барып айтшы, басында сауап болды, біліп едім мен осыны. Мен тыңдамадыңдар осы кезде, мен айтқанмен жүрмедіңдер деп қайта саған сондай ақыл. Сол үшін өз ақылың ақылақ, кіші ақылы шоқырақ деп, жаңағы пайғамбардың сүннеті мен Алла көрсеткен жолмен жүрсең, проблеманың шешілуі керек. Алланың есігін қағып үйреніңіздер. Ей, жаратқан Алла, мені жараттың, маған бала бердің, маған бауыр бердің, енді осындай проблема болды деп Құдаймен сөйлесіп көрсеңіздер, последний рет қашан сөйлесіп едіңіздер? Солай. Апам намаз оқиды. Жезде ішеді арасынарақ. Апаңдікі қабыл болады, жездеңдікі күнә болады. Қаза болған намаздың сүннетін оқымай ма, парызын ғана оқи ма? Иә. Ассаламағалейкум дейді. Жолдасым түсінде қызымды сойып етін дейді, тамақ істеген дейді. Қыз нешеде? Үйде аташкам дейді, арақ ішеді. Қалай қойдыруға болады? Құдайға дұға жасаймын. Өзі вообще сенбейді Құдайға дейді. Акош дейді. Сен ана Акош емес шығарсың, ана Акош бар біреу. Былай жаным. Сол дұғаң сәл аздау болып тұр сенің.
Алла оған ынсап берсін, бірақ саған дұғаң сәл аздау болып тұр. Таң намазда ұйықтап қала берем дейді. Будильник қою керек. Содан ерте жату керек. Сосын жатар кезде 2 бас намаз оқып жату керек, Құдайдан сұрап дұғаға істеп жату керек. Дайректі ашып оқып келе жатырмын, сұрақтарым өте көп, үлгеремей жатырмын. Мен сіздердің сұрақтарыңызды ешкімге оқытпаймын. Менде көмекші ешкім жоқ, өйткені не жазсаңыздар да өзім оқимын. Мақтасаңыздар да, боқтасаңыздар да, сондықтан қалай болғанда да біреудің тағдырындағы, отбасындағы мәселе бар. Сол үшін көп болғандықтан өзім ашып шетінен оқып келе жатырмын. Өте көп сұрақ, кешіріңіз, бірден жауап бере алмаймын. Жұмыстағы коллегам орыстың шіркеуіне барып дейді, орыс әруаққа свечка қойдым, содан түсіме кірген қойды дейді, соған бала сұрағаным ғой дейді. Мұсылмандарға болмайды деген. Болмайды, дұрыс айтқансыз. Қырық жасты тойлауға бола ма дейді. 40 жасты тойлауға бола ма? 40 жасты тойлауға болмайды. Жалпы 40 жасында адам өмірді өзгерту керек. 30-ында орда бұзып алсаң, 40-ында қамал алмайсың дейді. Жер үйде ит бақсаң бола ма? Болады. Үйдің квартираның ішіне спальняға кіргізуге болмайды итті, бірақ есік алдында жүре береді. Басты есікке қарап жатуға болады ма дейді. Басқа проблема бәрі бітті ме не? Тек қана жатудың проблемасы қалды ма енді? Негізі қазақ салтында есікке қарап жатпайды. Басың төрде болсын деген қазақтың сөзі бар. Сондықтан енді құлап қалыпсың, шаршап құлап келіп, әйелің сковородкамен бұрылып құлатыпты, басыңды есікке қаратып ештеңе етпейді, жата бер. Есіңді жинап әйелден кешірім сұрасаң нормально болады. Ал енді өздігіңнен жатқаның сәл жақсы емес. Егер басқа күнә істемесең, вообще күнәң жоқ. Енді тек қана әулие болып ұшуға дайын болып тұрсың. Енді ұшайын деп, мына жақтардан қанаттарың шығып ұшайын деп атсаң, онда айтамыз, бәріміз қазақ болып саған есікке қарап жатуға болмайды деп айтамыз. Содан басқаның бәрін бітіріп азашы жаным ау. Өзі анау да болмайды, мынау да болмайды, бәрін жындығып бітірдік қой елдің бәрін. Енді қазір бүкіл қазақ айтайын сол, есікке қарап жатуға болмайды десек, басқа дүние бітті ме біздің қазақта өзі? Боғауыз, ұятсыздық, арсыздық, сауатсыздық, немқұрайлық, қазақтың ұлттынан ғасырдан ғасырға келе жатқан құндылықтарымыз жойылса, дүние үшін ағайын-ағайынмен араласпай, бір-бірімен жау болып кетсе, сонда барлық проблема бітіп, сол басымыз қалды ма жаным, айтшы. Бәрі бітті ғой, енді айтатын сөз қалған жоқ уже. Не болды сонда? Құбылаға аяқ қарапты, не болады? Сол адам өлтіргендей күнә ма не? Намаз оқып қазағымай жүрмедің соншама жаным. Сондықтан, әдепті ұстасаң, аяқ сөзге болмайды жаным. Дұрыс. Бірақ басқа жағыңда ыланып, шыланып жатсаң, тілің боғауыз, ұятсыз болса, істегенің дұрыс емес болса, еще жаңағы анау Секаның түсірген вайны сияқты өзің арақ ішіп жатып, вино ішіп жатып, закускаға колбаса берсе халал ма деп сұрапты ғой біреу, сол сияқты болып тұр да. Жаным ау. Құбылаға аяқ қарамайды, Рабиға жан. Енді жатуға болмайды деген сөз бірінші жатқанда. Түнде енді болады, нервный адамдар бұлай аунап кете береді. Сол кезде жата береді. Үйде тараған демес, кіші салаттырақ жазса, Роза жан. Тараған емес, таракан көбейіп кеткен еді. Өлтіру күнә ма? Тараканды өлтіру күнә емес, үйдің ішіндегі. Тек қана өлтірген кезде жаңағы ұстап алып, аяқтарын жұлып, қанаттарын қайырып, аузын ашып, кока-кола құйып, қылқындырып, бауыздап, пышақтап өлтіру дұрыс емес. Ал енді жалпы травить етіп, уландырып өлтірсең болады. Бір ұрғанда өлу керек та. Оны қуып жүріп, аяқ қолдарын жұлып, басына аяғына кигізіп, аяғын басына аузына айырып,
олар қорлау болмайды. Шыбынды да олай істеуге болмайды. Ана бала кезде бәріміз сөйттік қой, енді мен де сөйткем енді. Мен де сау сиыр емеспін. Сана енді қанатын жұлып, сіңін аяқтарын жұлып, басын бүйтіп қайырып, мыжып, сіңін құйрық жағын басып көріп, бүйтіп бір нәрсе шығарып, сіңін бүйтіп аузын айырған шығарсыздар бәріқтарыңыз. Енді ол өтті кетті. Болды енді. Бір ұрғанда өлтірсең болады. Түсімде біреу намаз оқы деп жатыр екен, қорққанынан оқып жатыр екен. Бұл нені білдіреді? Намаз оқы дегенді білдіреді. Намаз оқы деген. Келіңіз. Намаз оқы деген. Енді даже өңінде мен айтып жатырмын, уже түсіңе де кіріп жатыр. Енді оқысашы енді. Мен намаз оқығанда дейді, бірінші ракетті отырып қалғандарын отырып оқимын дейді. Түсінбедім. Бәрін отырып оқисыз сонда? Көп сигарет шегем дейді. Қалай қойсам болады дейді. Аз айтып барып қоясың, ораза ұста. Жұмысыма байланысты таң намазын оқи алмаймын. Қалғандардың намаз оқысам бола ма? Сен бастасашы, қайсын болса да басташы жан. Ар жағын көресің. Баланың айдар шашын алу үшін арымы бар ма дейді. Бар. Бір кішкене сауаты бар, ілімді адамға алдырасыздар, одан кейін дұғасын оқысын. Алла тағала баланың денсаулығын тілеп, сөйтіп барып алған жақсы болады. Әйеліммен арамыз әбден бұзылды. Қандай кеңес бересіз? Үйде береке қашты дейді. Значит, үйде екі әйел деген сөз. Үйде екі әйел болғанда үйде береке болмайды. Үйде бір әйел болу керек. Сенің әйелің, сен еркек болу керексің. Значит, сен ұрысқаныңа байланысты үйде екі әйел болып кеттіңдер. Сен де әйел болып қалдың. Әйелің сенімен ұрыса беріп, сен де әйелмен ұрыса беріп, әйелің өзін әйел сияқты сезінбейді. Әйелі өзі лесбиянкамен өмір сүргендей болып тұр қазір. Әйел өзі лесбиянка сияқты сезінеді. Өйткені шап етіп жағаласа берсең, әйел адам еркектің қадірін сүрейін сезбейді. Түсінікті ма? Сен еркек болу керексің. Ұрып соқпай, кәдімгі еркек сөзін өткізген болырсың. Енді сенікі позна уже, әйел мен әйел болып кеттің, енді кішкене өзгер жан. Тәуекел қалай болады, айта кетіңізші дейді. Тәуекел деген Аллаға тапсыру болады. Кез келген нәрсені Құдайға тапсыруды тәуекел деп айтамыз. Тез баюдың жолын айтыңызшы дейді. Тез баюдың жолы дейді. Тез баюдың жолы ата-анаңның батасында болады. Балаң алдымен анасын, бауырларын, сосын барып әйелін ойлау керек ба дейді. Сосын деген жоқ. Сосын бізді құртқан осы. Ты первый, я второй, я третий, я четвертый деген дұрыс құртады сол. Барлығының өзгермейтін Құдай берген орны бар. Ананың анадай, әкенің әкедей, бауырдың бауырдай, әйелдің әйелдей орны бар. Сол орын ауысқан кезде Құдай ұрады. Бірінші менің мамам дейді, содан кейін папам дейді, содан кейін әйел деп айтқан адамда уже ары қарай әділеттік жүрмейді деген сөз. Ол 1-2 деп саналмайды. Бата берген де адам намазы уақытында болып түсінбедім. Құдайға табыстығына байлап табыстау. Әрекет қылу керек дегені ғой. Әрекет қылып бар табыстайсыз. Ол енді тәуекелді сұрап тұрған адам біледі ғой. Бесін кіргенде таң намазын оқығанда парызды оқимын ба дейді. Таң намазының қазасы ма?
Я сүннетпен. 5-ін кіргенде уже болды. Парызын ғана оқисыз. Саумал туралы айтыңызшы дейді. Саумал, саумал біздің елімізде 10 шақты компания болған. Жақсылап естіп алыңыздар. Бір компания өзі шығармай тек қана өнімді алып сататын, немесе соның брендін қолданған. Және ол өзі тиісті дәрежеде сублимацияламаған. Біздің елімізде мен өзім көрген және өзім пайдаланған саумал, ол бөлек саумал. Бұл саумал сіз көрген саумал емес. Бұл басқа саумал. Бұл саумалдың сублимацияланған, өздері шығарған түрі. Сондықтан бұдан проблема жоқ. Бұл сіздердің айтқан барлығы рекламаға десе барлығы бір жасаған Роза Рымбаева апайларыңыз бәріміз осының өнімін пайдаланып көргенбіз. Мен өзім қазір ішіп жүрмін. Сондықтан бұдан ешқандай проблема жоқ. Ешкімді алдамаған. Ол жерде алдау сөз жоқ. Ол басқа компанияға қатысты. Елімізде мен білетін 3 қана компания сублимациямен айналысады. Яғни шын мәнінде құрғатып ұнтақ жасайды. Сондықтан бұлда тұрған нәрсе жоқ. Рак кетеді деген сөз өтірік. Ракты кетіреді, мынау бір нәрсе емдейді. Құрметті ағайындар, 21 ғасыр көзі ашық болу керек. Мынау бәрін емдейді, мынау сені бәрін өмір сыйлап береді деген бәрі өтірік. Мен намаз оқимын, бірақ орамал хиджаб кимесем бола ма дейді. Намазыңды оқи беріңіз, намазды күшейте беріңіз, көбейте, намаз өзі алып келеді сізді. Жолдасымның кесірі отбасымыздың шырқын бұзды дейді. Отбасыңыздың шырқы еркекке байланысты емес жан. Отбасыңыздың берекесі әйелге байланысты болады. Бата жинағанда қайтқан адамның намазына дейін беру керек пе дейді. Енді намаздан кейін жаңағы шығындары бар, соны жапсын деген мағынада ғой. Намазға дейін бер деген сөзі қарыздары болса, намазға дейін қарыздың жаназан басына тұрып, мынау қарыз еді маған, қарызымды бермеді, өліп кетті деген нәрсе айтылмасын деп, жаңа намаз оқығанша беріп тастаңдар дейтін себебі сол. Түсінікті? Дін махаббат жайында не айтады? Ашық айтып кетсеңіз дейді. Сезім махаббат. Махаббат дейсің ба? Абай атамыз жауап берген бұған өз уақытысында. Махаббатпен жаратқан адам затты сен де сүй, ол Алланы жәннен тәтті дейді. Махаббатпен жаратылған бұл әлемнің өзі адам деген сөздің ішінде а, ди, дәл, мим әріптері бар. Сол мим деген сөз махаббат деген сөз. Адам атаның атын адам деп Құдай қойды ғой. Бұл адам деп. Бізде адам баласы дейді. Сол адам деген сөздің ішінде махаббат бар. Ол махаббат отбасына, ол махаббат анасына, ол махаббат отанына, ол махаббат жарына сөзсіз бар дүние. Ешкі махаббат жоқ. Өлең бар ғой, махаббат жоқ демеген бар ол махаббат. Бірақ сол махаббат дұрыс арнада болу керек. Одан кейін махаббат болмай қалған кезде, махаббат өзі кейде өшіп жанып тұратын дүние, өзі лампочка сияқты. Сол болмай қалған кезде түсіністікпен өмір сүре беру керек. Қазір махаббатым жоқ деп ажырасып кете берсең, жер бетіне ешкім әйел күйеу қалмай қалады. Менде махаббат жоқ, өшіп қалды, махаббат болды деп. Сондықтан осындай. Алла қандай адамдарды жақсы көреді дейді. Құранда аят бар бұл туралы. Инналлаха, Алла тағала сабыр сақтағандарды, шыдамды болғандарды жақсы көреді дейді. Шыдамды бол деген өле бер деген сөз емес. Бірақ қалай болғанда түкке тұрмайтын нәрсеге өз-өзін жұлып жеп, біреулерге қиянат жасап, өшін біреуден алатынмайтындарды, Алладан келген деп жаңа тәуекел туралы айттық қой. Тәуекел етіп Құдайға табыстағандарды Алла жақсы көреді. Менің анашым соңғы 2 жылдай болып қалды. Неврологиялық аурумен сырқаттанып қалды. Қалай көмектессем болады? Қалай дұға жасасам болады дейді.
намаз оқу керек. Намаздан артық дұға өтпейді жан. Намаз оқысаң бәрі дұрыс болады. Бірақ ана үшін, әке үшін намаз оқыма. Кім біреу үшін намаз оқыса, кейін намазын тастап қояды. Мен бір кісіні білем, баласы бір түрмеге түсіп қалды да намаз оқыды. Намаз оқып кеттім балам үшін деді. Балам үшін оқымаңыз дедім. Жоқ, мен балам үшін оқимын деді. Жақсы болыпты. Баласы үшін оқыды, баласы түрмеден шықты, намазды қойып кетті. Сондықтан ол үшін құлшылық болмайды. Намаз бұл Алланың әмірі. Мен бірінші рекатта тұрып оқимын, қалғандарын отырып оқимын. Тізем ауырған соң дейді. Қабыл бола ма дейді. Егер анық ауырған болса, біріншіде тұруды шарт емес сізге. Біріншіде тұруды шарт емес, қабыл болады. Күйеу балам жүргіш дейді, не істесем болады дейді. Күйеу балаңыздың өміріне араласпаңызшы. Сіздің істеген жақсылығыңыз сол. Сол қызыңыздың өміріне араласпаңыз. Күйеу баланы өзі жақсы көреді. Жүргіш па, жүргіш емес па, өзі семьясының шырқын бұзбаңызшы сіз. Сіз орысша айтқанда третий лишнийсіз. Қызыңызды бердіңіз. Қызыңыз жылап келсе, сіз зорлап қосқан жоқсыз оны. Өзі қосылды. Ол өз өміріне өзі жауап береді. Алла тағаладан өзі жауап береді. Сіз кіріспеңіз олардың өміріне. Жарай ма? Күйеу балаңызға тыныштық бердіңіз. Қызыңызға да тыныштық беріңіз. Солай ма? Сіздің істеген жақсылығыңыз, ақылды үйретпеңіз. Болды. Олар өзі үлкен азаматтар. Сондықтан араласпаңыз. Істесе күнә, ісіне өзі жауап береді. Сіз тыныш отыра беріңіз, тілеуін тілеп. Тілеуін тілеп Құдайдан сұраңыз. Ей Алла, осы күйеу баламмен қызымның ортасында реттеп берші. Я Алла деп, күйеу баланы жақсы дұға қылыңыз. Инсап бер деп, жаңа жүрмей қалсын, бір жері бір бәле болып қалсын, жабысып қалсын, өліп қалсын деп тілемеңіз. Ол сор бәрібір сіздің қызыңыздың соры болады. Сондықтан оған жақсылық тілеңіз. Алты айлық бала іште дамымай қалып тұр, алдырып тастаса күнә бола ма дейді. Жоқ. Дәрігерлердің консилиумы керек. Бір. Екіншіде мұсылман, сенімді дәрігерлердің. Екінші баланың сұры үлкен уже. Сіздің өміріңізге қауіптен өліп кететін болса, онда басқа мәселе. Темекі сатылған дүкендерден азық түлік сатып алу харам ба, жауап беріңізші. Өтініш жоқ. Сіз басқа продукт алып отырсыз ғой. Олай қылатын болсақ, еш жерден тамақ алуға болмай қалады. Бүкіл супермаркеттің бәріне темекі бар. Бүкіл супермаркеттің бәріне ақша бар. Арақ бар. Сонда бәрі арам болып кетпей ме? Жоқ, сіз өзіңіздікін аласыз. Адам өмірден өткенде бәрі адамды мақтап айтып жатады. Өткеннен кейін мақтадың не, мақтамадың не, бәрі кеш. Сол дұрыс па?